Саламатсыздарбы әріптестер. Бүгін сіздермен тағы да Excel'дің жаңа мүмкіндіктерін қарастырайық. Мысалы, бірінші рет сандарынан бастайлы. Мысалы, біз бір нәрсені немесе адамдарды рет-ретімен жазғымыз келіп отыр. 1, 2, 3, 4 деп бәрін жазып отырып қиындық туындатады. Ол қиындық емес, бірақ енді уақыт болып кетеді. Сондықтан 1, 2 деп алғашқы екеуін белгілеп алғаннан кейін қалғанын сонымен тарта қойсақ болады. Өте оңай сонда. Мен өткен сабақтарымда мысалы апталарды немесе айларды 1-2-ін жазып қалғанын тарта қоюды көрсеткенмін. Дәл сол сияқты реттік сандарды да солай есеп жасасақ болады. Яғни, если тек қана 1-ді жазсақ, если соны тартатын болсақ, ол 1, 1, 1 деп кетеді. Сол үшін де алғашқы 2 санды жазу керек. 1, 2. Содан кейін қалғаны өз ретімен кетеді. Дәл сол сияқты, мысалы, если сізге мысалы бір Excel документ келді, өте көп нәрсе жазылған, мысалы адамдардың атауы болсын, басқа бір нәрсе болсын, өте көп нәрсе жазылған. Сондай жерлерде барлық нәрсені қарап отырмас үшін найти батырмасын басуға болады. Мысалы, бір жерде привет деп жазылды, мысалы тағы да Сара деп тұрады, математика деп тұрады. Тағы бір нәрселерде тағы да математика деп тұрады. Математика, алгебра деген сияқты. Дәл сол сияқты сондай нәрсе өте көп текст берілсе, онда бізге кәдімгі найти батырмасымен керек мәліметті тауып алсақ болады. Мысалы, Сара деген нәрсені тапқымыз келіп жатыр. Найти батырмасын басқан кезде сізге қай жерде жазылып тұрғанын белгілеп береді. Біреу болса, біреу көрсетеді. Мысалы, математика. Найти батырмасын батырайық мына. Біреу бар, тағы қараса екіншісі бар. Міне 2 нәрсені көрсетіп тұрады сізге. Бұл тоже өте оңай нәрсе. Сол сияқты, мысалы, бір нәрселердің бағасын есептеу керек болып жатса, мысалы, егер мынадай магазині бар адамдар болса да, бір нәрселер сатып алатын кезде де шығын, табыс дегендердің бәрін есептеуге болады. Мысалы, күнделікті шығындарды есептеу үшін, мысалы, бір нәрсе сатып алдық дейік. Мысалы, саудагерміз. Дәптер сатып алып жатырмыз. Яғни бір құн шығару керек та. Дәптер болсын, карандаш болсын да. Ручка болсын да, қалам. Қазақша есептесін. Дәл сол сияқты не бар? Күнделік, сызғыш деген сияқты. Мысалы, мендеге нені жазамыз? Неше штук алайын деп жатыр. Мысалы, 12 штук, 11 штук, 20 штук да. Күнделік, мысалы, неше штук күнделік керек? 4 штук күнделік керек. Сызғыш, мысалы, 6 штук керек деген сияқты. Мына жерде бізде штукта дана, неше дана. Мына жерде бағасы. Мысалы, дәптер қанша теңге тұратын болсын. Мысалы, 120 теңге тұрады бір дәптердің бағасы. Карандаш, мысалы, бір карандаштың бағасы, мысалы, 30 теңге тұрады. Қалам, мысалы, 80 теңгенің қаламы. Күнделік, мысалы, қанша? 300 теңге күнделік. Сызғыш, мысалы, 155 теңге деген сияқты. Мына жерде барлық общий бағасы. Мысалы, 12 дәптер, бір штугы 120 теңгеден 12 дәптер қанша теңге тұрады деген сияқты. Бұл жерде жалпы бағасы. Жалпы бағасы. Тем боладың басамыз. Бірінші выделить етеміз. Бірінші санды. Көбейту. Көбейту кәдімгі неде тұрады. Клавиатурада көбейту нүктемен тұрады жұлдызшамен. Бағанын жазамыз. Тем болады. Тем болады дегенде Enter'ді басамыз. Значит, бір дәптер 120 теңгеден 12 дәптер 1440 теңге тұрады деген сөз. Дәл сол формуланы өзіне тарта қоямыз келесілеріне. Бізге жалпы бағаны шығарып береді. Осының ішінде, мысалы, минимальный бағаны табайық. Яғни, ең арзаны қайсысы дегенді білдіреді. Тем боладың басамыз. Бағаның астына келеміз. Тем боладың басамыз. Min деп орысша жазамыз. Min дегенде өзі шықты. Min, мұны белгілейміз, выделить етеміз. Жақшаны жабамыз. Тем болады. Минимальный 30 теңге. Яғни, бұл 30 теңгені
карандаш екен. Ең арзаны карандаштың бағасы. Түсінікті ғой, иә? Мысалы, максимальный табайық. Дәл солай тең болады максимальный. Мак. Мыналарды жаздық. Выделить еттік. Тең болады. Мына жақшаны жауамыз. Enter'ді басамыз. 1600 теңге. Яғни бізде мысалы мына дәптерге 1440 теңге кетіп жатыр, карандашқа 330 теңге кетіп жатыр деген сияқты ғой. Осылардың ішінде максимальный, яғни ең көп шығын қайда кетіп жатыр деген нәрсе. Яғни ең көбін біз қаламға жұмсаған екенбіз, 20 қалам 80 теңгеден 1600 теңге, яғни ең көп кеткен шығынымыз 1600 теңге дегенді білдіреді. Осылай есептесек болады. Максимальный баға қандай, минимальный баға қандай деген нәрселерді осылай белгілеуімізге болады. Мысалы, дәл сол сияқты сандарды ортаға жазу, шетке жазу, төменге, жоғарыға жазу деген сияқты. Мысалы, штук деген нәрсе шетте тұр, сол жақ шетте тұр. Оны сіз ортаға жазғыңыз келіп жатыр. Ортаға жазу үшін мына жерде өзі стрелкалар көрініп тұр сізге. Мына орта дегенді көрсетесіз, таңдайсыз. Так. Мына ортаны таңдаймыз, ортаға жазады. Бағасы деген де солай, каждыйын ортаға жазбау үшін мына ящикті тұрған жерін белгілеп, соны ортасын таңдасақ болады. Енді мына жерде қараңыздар. Біреу мына ящикті ашқан кезде біреу ортада тұр, екеуі шетте тұр, төменде тұр. Бұндай жағдайларда қалай істеуге болады? Мысалы, бәрін бірдей ортаға жазуға болады. Или толқы біреуін ортаға жазады. Мысалы, ортаға жазу үшін мынаны басамыз, жоғарысында тұрған. Мына ортаны көрсетіп береді. Мысалы, мынаны жоғарыға көтергіңіз келсе, соның жоғарысын басасыз. Жоғарыны көрсетіп береді сізге. Бәрін бірдей ортада тұрған қарасаң, бәрін каждыйын выделить, бәрін бір выделить етіп ортаға салсаңыз да болады. Мыналардың өзін мысалы сол жақ шетте тұрғанын қаласаңыз, онда мынаны басамыз. Ортада тұрғанын қаласақ, или оң жақ шетте тұрғанын қаласақ. Ал жоғарыда, төменде, ортада дегенде ол үстінде тұрған нәрселермен көрсетеміз. Мынамен көрсетеміз. Так. Бұл мына ортаға, төменге, жоғарыға деген нәрселер сияқты. Кейде мынандай нәрсе болады. Мысалы, санды жаздыңыз ящикқа, бірақ сізге ол жерде санды емес, күнді шығарып берді. Мысалы, 1201 деп жазғыңыз келді, бірақ сізге 1201 деп көрсетіп берді. Бұндай жағдайларда не істейсіз? Мысалы, 1201 деп жазғыңыз келдісіз, бірақ сізге 12.01 деген жазып берді. Яғни 12 январь дегенді көрсетіп берді. Бұндай жағдайларда біз мына айтыр ғой, жерде міне все формат деген жазу тұрады, сол жерде таңдаймыз міне общий формат па, или ол числовой формат па, или ол процент па, сондайларды келтіреміз мына жерге қарап. Түсінікті болған балалар, мысалы міне процент көрсетіп кетті ма, сізге сан керек болып жатыр, числоны басасыз. Бізде жаңағы процентті сізге числоға айналдырып жіберді. Түсінікті ғой, былай да көрсетіп жіберсеңіз болады. Число керек болса число. Мысалы, денежный керек болса денежный. Мысалы, жерде баға бізде денежный, сізге былай денежный деп жазып жіберсеңіз болады. 120 теңге деген. Мынаны былай істеп кетсеңіз, уже барлығы 120 мен кетіп қалады. Сондықтан уже біреуін ғана белгілейсіз. Каждыйында уже былай денежныйді көрсетіп отыру. Немесе каждыйына денежныйді көрсетіп отырмас үшін бірден ящикті таңдайтын кезде оны денежныйға келтіріп алу керек. Қазір мынаны былай выделить етіп денежный деп салып көрейік. Көрдіңіздер ғой, жалпы бағаны солай денежный, бәрін выделить етеміз де, сосын жерде денежный дегенді баса қоямыз. Мына 00 дегенде керек емес болса, жерде міне стрелкалар тұр. Мына оң жаққа кетіп жатыр. Мына стрелка барсақ, мына 120 теңге. Мысалы, мынау міне 30 теңге. 80 теңге. 80-де 00 демей, просто 80 теңге деп мына. Мына жерде міне стрелка тұр. Оңға қарай кететін, мысалы міне былай қарай кететін, солға қарай кететін, немесе міне оңға қарай кететін. Солай рет-ретімен қарап келтіріп аламыз. Так, мысалы тағы да бір нәрсе, область закрепления деген бар, бет нені, белгілі бір ящикті закрепить ету, қозғалмайтындай қылып бекітіп қою деген сөз ғой. Оны қозғалмайтындай қылып бекітіп қою үшін
Мысалы мына қараңыз, мына дәптер деген мысалы мына болыстарды қарайық. Былай мынаны Excel'де жылжытқан сайын оңға қарай мына алдыңғылар кетіп қалды. Мысалы мына нәрсе мына келіп тұрған мына сыздағы мына дәптер қалам деген жазулар. Ол сізде мына жақта да сол мына кесте, яғни мына тұрған кесте сізде былай жалғаса беруі мүмкін. Жалғасқан сайын өзі сізде кетіп қалды. Мысалы мына жерде не жазатын едіңіз? Ол үшін мына жерді қарап, былай жүріп отыру керек болады. Мына жерде күнделік жазылған екен ғой деген сияқты. Ондай болмас үшін, яғни мына бөлікті біз закрепить етіп қойғымыз келіп тұр. Оны закрепить ету үшін, яғни қозғалмайтындай қылып, яғни біз былай жылжыған сайын мына бетіңіз, ана бетіңіз сақталып қалу керек. Ол үшін біз былай келтіреміз қазір. Мына D деген яшықпен қазір закрепить жасап көрейік. Так, біздер міндетте міне вид деген бар. Осы вид дегенде закрепить область деген бар. Осыдан қазір закрепить етіп көрейік қазір. Закрепить етіп көрейік. Қазір біз жаңамен басып кеттік. Қазір маған неге верхний деп сөйтіп. Верхний область деген ол мына верхті закрепить етеді. Мысалы мына жерде 1, 2, 3 деген сияқты сандар болса, мысалы любой бір жазу болады, А, Б, С деген сияқты. Соны закрепить етеді. Яғни былай төменге түскен сайын міне ана облысының сақталып қалады дегенді көрсетеді. Қазір менде неге мынау закрепить етілмей жатыр, қарайын қазір. Так. Қазір мен снять етіп тастайын. Бізге жоғары жақ керек емес. Біз мына жақты закрепить еткіміз келіп отыр, міне выделение область қазір ол емес, мынаны басамға. Міне, так, снять етейін. Так, міне выделение областы закрепить ету. Түсінікті ғой, мына С-ны закрепить еткім келіп отыр мен. Сол үшін мына D-ны, D деген яшық тұр, соны аламын да. Мына біріншісінде тұр закрепить деген. Қазір мен мына алып тастадым, міне қараңыздар, міне. D-ны басамыз. С-ны закрепить еткіміз келіп отыр. Сол үшін D-ны басып жатырық. D-ны басамыз да, міне закрепить область деген бір міне. Мына белгіленген аймақ закрепить етіліп қалады деген сөз міне. Енді былай жылжытасыз міне. Көрдіңіз бе, сонда мына бастапқы мына дәптер карандаш дегендегі сізде мына жақта да жалғасын тауып отыр ғой. Сол үшін ол өзі қозғалмай тұрады да, мына жақта өзі емін-еркін жаза бере аламыз. Ең тиімді нәрселерінің біреуі тоже осы закрепить область. Так. Бізде әзірге осы. Басқа да бір жұмыстар жасағымыз келсе, как Excel'ді ашамыз да, жаймен қарап жасай береміз. Керек болмаса удалить етіп тастаймыз, қате кетіп қалса жауып тастаймыз деген сияқты. Формуланы қарауға да болады, қандай формулалар құруға болатынын. Мысалы рисование дегенде бар. Мысалы бір формуланы жазғыңыз келсе, мысалы математикалық бір формуланы жазғыңыз келсе, осыны басып, міндетті формуланы жазғыңыз деп тұр. Көшеге жазайық, мысалы y тең болады 5 плюс x. Мысалы 5 қосқан y тең болады 5 қосқан x деген формуланы жазғым келеді. Осылай жазып, соны вставка жасасаңыз болады. Y тең болады 5 қосқан x деген сияқты. Мына формуланы үстінен алып келеміз де былай қойсақ та болады. Мысалы мынандай тұру керек болсын формула. Бұл формула керек емес болса, үстінен басамыз да, үстінде мына 4 не тұр ғой, стрелка. Сол тұрған кейінге удалить етеміз. Сонда мұны формуламыз удалить етіп қалады. Сол сияқты міндетте формат бар. Форматты бассаңыз, мысалы, мынандай бір форматтар жасауға болады. Мысалы, мынандай формат жасауыңыз болады. Столбецті көрсетеді. Мысалы, міндетте не болсын? Столбецтің үстінен басып, рет деп жазып қойсақ болады. Сосын мына столбецті былай қарай тартамыз. Міндетте мені тартамыз. Столбецті тарттыңыз. Так, енді қараңыздар. Мысалы, сандар ретсіз жазылуы мүмкін. 1, 5, 3, 2, 4, 9, 8, 6, 7 деген сияқты. Енді осы сандар міне әртүрлі ретте тұр. Осыны
бірдей ретпен, яғни өсу ретімен, ретімен жазғымыз келіп жатыр. 1, 2, 3, 4 деген сияқты қылып. Ол үшін мына жерде мына үстінде мына рет дегеннің қасында мына жерде мына нүкте тұр. Соны бассақ, мына өсу ретімен жазу, кему ретімен жазу деген нәрсе бар. Соны өсу ретімен деп жазсақ, мына бізге сортировка жасап береді өзі. Если кему ретімен десеңіз, мына кему ретімен деп. Дәл сол сияқты, мысалы, мына жерде сан емес, әріп болса. А, Б, С, С, Д, Е деген сияқты қазір. Любой бір сөздер жазылған, е. Яғни, бұл жерде нәрсе алфавит бойынша жазылу деген, е. Мадан басталатын әріпке кеткен сияқты, жақсы. Енді алфавит бойынша жазу. Міне А-дан Я-ға дейін жазу керек, немесе Я-дан А-ға дейін жазу керек деген сияқты. Мысалы, міне алфавит бойынша жазу. Неге менде И-ді бірінші жазып кетті? Мына жерде бос орын болып қалды деймін. Қазір көрейік. А-дан Я-ға дейін жазу міне. Енді кел. Себебі жаңа неге ретсіз болып кетті? Себебі мендегі А-ның алдында, мына И-дің алдында бір пробел былай жазып кетті. Сол үшін бірінші соны да жіберіп екен. Міне А-дан бастап былай қарай. Яғни алфавит бойынша рет-ретімен кеттік деген сөзде. Осылайда реттеуге болады. Немесе Я-дан А-ға дейін, соңынан басына қарай деген сияқты. Осындайда тиімді тәсілдері бар реттеудің, рет-ретімен қоюдан, алфавит бойынша қою, немесе рет саны бойынша қою деген сияқты. И осылай жаймен қарап таныса береміз. Мынада не жазылған екен деген сияқты қарайсыз. Денежный ма, денежный. Мысалы, мына яшықты денежный түрде жазып жатсыз. Қазір мына яшықты, мысалы, денежный түрде жазып жатыр деген сияқты. Осындайда варианттар бар. Мына нәрсе ұнамаса, мына жерден форматты қарап, басқа цветтерге былай ауыстыруға болады. Түсінікті болар, е? Так, бүгін өше біраз нәрсе айтқан сияқтымыз. Мына жерден қарап көріңіздер, мынада не бар? Диаграмма салғыңыз келсе тоже, е? Мына жерде диаграмма, әртүрлі нәрселердің диаграммасы. Мысалы, мына карандаш күнделік деп жазып, соларға диаграмма салуға болады, гистограмма салуға болады. Мына жерден қараймыз, не бар екен, не қоюға болады. Ана жақтан не қоюға болады. Мысалы, фигуралар салуға болады, геометриялық фигуралар. Қандай фигура салғыңыз келіп жатыр? Рисунка қоюыңызға болады. Қандай? Мысалы, ноутбуктың өзінен қойғыңыз келіп жатыр ма? Интернеттен рисунка іздегіңіз келіп жатыр ма? Осылай жасауларыңызға болады. Яғни асықпай қарап таңдаймыз. Ориентацияны қараймыз. Книжный тұрған жақсы ма сізге? Или альбомный шығарғанда альбомный тұрғаны жақсы ма? Тоже қарауларыңызға болады. Размерді тоже қарайсыздар. А4 формат па, ол А5 формат па, или ол А3 формат па, қандай форматта шығаруыңыз керек материалды. Сол форматқа ауыстырып аласыз. Бізде мысалы қазір А4 жатыр, яғни біз печатқа барғанымызда А4 форматпен шығарамыз. А3 форматпен шығарсаңыздар да болады, өзіңіздің материалдарыңызға байланысты. Сосын мына жерде мынандай нәрсе бар. Мына ең төменгіде, мына жерде мына 100% тұр, соның қасында мына страничный режим деген бар. Осы страничный режимді бассаңыз, бізге қайсы страницаға келетінін көрсетеді. Міне, мысалы, мына выглядит, мына сізде мына жерде үзік сызықтармен көрсетіп тұр, бірінші страницаға кететіндер. Мына өзі келесі А4-дің келесі форматына кететіндер, а мына жақ өзі үшіншісіне қарай кететіндер. Былай көрсетіп жіберсек болады, форматтарды. Осындай нәрсе бар тоже. Қайтадан міне обычный режимге қайтадан келе қоямыз. Подложканы қарауға болады, қандай нәрсе бар екен бұл жерде деген сияқты. Так. Әзірге осы Excel бойынша. Менде тоже шрифттерді, стандартный керек па, басқа нәрсе керек па тоже. Қарап отырсаңыз, қандай не ұнайды соған. Көбіне Teams-пен жазамыз, е. Так, осы пока сабағымыз осы. Автосом, математикалық нәрселер керек па, тағы бір нәрсе керек па, тоже қарауға болады. Так, әзірге айтарым осы. Егер Excel-ге қатысты тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, онда комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақты аяқтайық. Сау болыңыздар.